Қазір Қазақстанға келген әрбір Қытай ертең осы жерден 1000 жыл бойы Қазақстанда жасаған қазақ сатып ала алмайтын миллион гектар жерді сатып алып, осы жерде өмір құрылмаған заводты салып, осы жердің қызын алып, осы жерде құрттап ұрпағын көбейтеді. Қазақтың жатырынан Қытайдың баласын туғызады. Сол үшін Қытайдың қазағын Қазақстанға жібермеу керек. Қытайдың қазағын сол жерде жойып жіберу керек, ұлт ретінде құрту керек, миын жынды қылатын укол салу керек, қара зауытқа жұмысқа салу керек. Болды, есін білмейді. 5 сағат, 6 сағат ұйықтайды. Алдына келген заводтың кнопкасын басып отырады. Киімді тігіп отырады, джинси шалбардың сыдырмасын салып отырады. Бір бетті бұрап отырады. Болды, ол робот, ол құл. Ештеңе ойламайды, тек істе деген жұмысын істеп отырады. 18 сағат жұмыс істейді. Қытай сөйтіп ең арзан тауар өндіреді. Өзінің Қытайын жұмыс істесе 6000 юан, 10000 юан айлық төлеу керек. $1000, $1500 айлық төлеу керек. Ал миы уланған, укол салынған, бас істемейтін, тек қарнын, тамақтан басқаны ойламайтын, жаңағындай зомбиланған құм, ол бір тиын айлық алмай, сол жерде өлгенше, соңғы демі шыққанша жұмыс істейді. Сөйтіп ең арзан тауарды жер шарын өндіреді. Қытайдың мақсаты осы. Құл болғысы келмеген жан, жан тәні бізбен соғайық жаңа қорған. Жоға ұлтың атылы, қалды қалдығын, барша жұрттан көтерілді ел шаһарлың. Қозғал, 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 бір ниетпен жатпай, жауынан қайтпай, алға, жауынан қайтпай, алға, алға, алға бас.